Ассалаумағалейкум халайық. Мен жұмыстың ең мықты іздеушісі айналдым. Жұмыс іздегеніме сонша болды. Хитхантер мені қызметкер емес, туысым сияқты таниды. Таңертең тұрамын. Бір қолымда телефон, бір қолымда шай. Вакансия қараймын. Бәрі жас маман керек. Тәжірибесі 5 жыл болу керек дейді. Әй бауырым, жас маманға 5 жылдық тәжірибе қайдан келеді? Балабақшада Excel оқытқан ба? Әлде оқытады ма? Бір жерге түйіндеме жібердім. Резюме. 2 күн күттім. 3 күн күттім. 5 күн күттім. 1 апта өтті. Ақыры өзім хабарластым. Сәлеметсіз бе? Мен түйіндеме жіберіп едім. Иә, көрдік. Сосын? Әдемі екен. Жұмыс ше? Жоқ. Тағы бірде сұхбат өтуге бардым. Интервью. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттаңыз дейді. Енді дәл қазір ашпын. Көріп тұрсыз өзіңіз, жұмыссызбын. Үмітім бар. Деді. Күшті жағыңызды айтыңыз дейді. Тез үйренем, бәрін қағып алам. Әлсіз жағыңыз қандай? Жұмысқа алмай тұрып қайдан білейін? Алдымен кіріп алайын, содан кейін әлсіз жағымды көрсетесіз. Өзіңіз ақ айтасыз. Тағы бір жерге бардым. Бізге стресске төзімді адам керек. 3 айдан бері жұмыс іздеп жүрмін. Бұдан артық стресс бола ма? Үйге келсем, анам, жұмыс таптың ба? Жоқ. Әкем үндемейді. Бірақ мен бөлмеге кірген сайын ауыр күрсінеді. Туыстар болса, қайда жұмыс істейсің? Іздеп жүрмін. Әлі ме? Осы әлі ме деген сөз адамның бүкіл мотивациясын өшіріп тастайды екен. Содан өзімді үйде қоярға жер таппай, әр бұрышқа бір барып сенделем. Елдің көзіне түспеу. Елдің көзіне түспесем болды. Қашып жүрем. Ана бұрышқа бір барам. Мына бұрышқа бір барам. Ана есікті бір ашам, ешкім жоқ па деп, мына есікті бір ашам. Дәлізде, баспалдақта осылай жүрем де қоям. Не істеймін енді? Басымнан бір хикая өтіп еді. Енді негізі машина, ана мотоцикл бәрін, жүк машинасы, автобус бәрін айдай беремін. Кішкене 1-2 рет қателесем де, ар жағын айдай беремін енді. Жолда қателесу деген біреуге барып соғу ғой енді. Біреу сырып кетем, сөйтіп жүріп үйреніп алам. Тез үйреніп кетем деген содан ғой. Содан бір күні ақыры біреу шақырып, резюме жіберген жер ғой. Жедел жәрдемге жүргізуші болып алатын болды. Бастық айтады, машина айдай аласың ба дейді. Айдаймын. Қала жолдарын білесің ба? Жалпы. Ой, картамын болсын. Google Maps деген неше түрлі карта бар ғой. Деп түсіндірдім мен шамам жеткенше. Жарайды, жұмысқа бірден шық. Осы бәленбай жерде мәшинең тұр деп. Бара қойып ем, шынында да тұр екен. Жап-жаңа заводтан шыққандай.
шақыртуға енді бірден вызов түсті. Сол шақыртуға портқа шықтым. Шығып келе жатсам өткендегі көк машина алдынан шықты. Сол жағымен кетіп бара жатыр. Мен қарсы алдымнан. Терезеден ашып еще сол жақпен жүрген сен ба деп мен айтам, сен ғой сол жақпен келе жатқан. Жоқ, сол жақта еді, мен ғана жүрген жоқпын, сен де жүрсің дейді. Мен оң жақпен бара жатырмын ғой. Менің артымда біреу сигнал беріп тұр. Диспетчер сол кезде айғайлап жатыр, тормоз науқас деп жатыр. Біз де мәселе шешіп жүрміз ғой деймін. Қандай мәселе дейді. Ой, жолда біреумен соғысып қала жаздап, прав, не прав деп ақыр жеңіп шықтым деп қоям. Маған бәрібір шақыртуға бар дейді. Жарайды. Газы басып теңіз портына тарттым. Келдім, тоқтадым. Круиздік катер екен. Кірсем, сыртында ешкім жоқ. Портта ешкім жоқ. Тып-тыныш. Ішіне кірдім. Бұлардың науқастары қайда жатыр? Суға батып кеткен ба? Әлде шақыртуды басқа кемеге жіберді ме? Ішінде ешкім жоқ. Сонымен қайтадан скорыйға келдім. Қой, науқастың орнын тексеріп көрген біреу бар шығар. Жатып қарасам, ыңғайлы сияқты. Сол кезде звондай қойғаны диспетчер. Қайдасың? Тағы да вызов түсіп жатыр деп. Машинамды борып алдым да қалаға қарай зырғи жөнелдім. Ой, сол жағына шығып кетіппін ғой. Содан келе жатсам звондайды вызовқа диспетчер. Ой, балабақша келіңіз, бір тәрбиеші. Есінен танып жатыр дей ма, жоқ, бас ауырып тұр деді ғой деймін. Әйтеуір білмеймін, бару керек. Сонымен келе жатырмын. Ой, қызыл өтіп кетіппін ғой. Ой, штраф келетін болды. Жарайды. Ал кеттік балабақшаға. Кәр жасыл жансын. Міне. Ал кеттік. Ақбозат. Бассейн көріп қалдық. Мүмкін науқас жүзіп жүрген шығар. Қой, кірейік. Балабақшасы осы ғой. Не бар екен ішінде? Кәне. Бәрін аралап көрдім. Бір бала жоқ. Бәрі демалысқа кеткен ба? Ойын алаңында да жоқ. Содан мынандай бір әткеншек көріп қалдым. Балалық шағы түсіп отырып алдым. Осындай жұмыс болса ғой әткеншек деген. Тербетіліп отырсаң, керемет. Өйтіп қарап отырып, бір адамға көзім түсіп кетті. Басы 4 бұрыш. Қой, сонда барайын дедім. Бардым жанына. Бір ойындағы персонажға ұқсайды. Басы 4 бұрыш. Науқасты көрдім ба десем, жолатпайды, жанына жауап бермейді. Одан бір қызды көріп қалдым. Жанына барсам, ана 4 бұрыш головастик қуып келіп, қуып жатыр мені. Махаббаты ғой деймін. Содан Феррариға көзім түсіп, көзім жанғанайым. Феррариға отырсам, облом. Кілті жоқ. Мен қайдан білейін. Содан қарап тұрсам, бір машина келе жатыр. Шоқыр түсіп кетіп, мен отырып алдым. Ал кеттік.
Сөйтіп бірнеше метр жүріп келе жатыр ем. Тіпті көп те болған жоқ. Жарылып кетті машинам. Жарылса да ол жүріп тұрып көздеген жеріме жеткізіп салды. Содан сол жерге тоқтап қарасам квадроцикл тұр екен бір. Осымен жетіп алайын деп от алдырсам от алады, бірақ жүрмейді. Міне көздегенім осы. Вертолет айдасам ба деп. Иесін қағам, арды ерсам, еш ашпаймыш. Жалсаң нардан жал деген үш жерден жалай берді.